Президенттің осы қабылдауынан кейін дін істері және азаматтық қоғам министрі ұлттық арнаға сұхбат берді. Соңғы деректерге қарасақ, бүгінде елімізде 4000-ға жуық діни бірлестік бар екен. Олардың жұмысы қалай үйлестірілген? Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдар арасындағы қарым-қатынас қай деңгейде? Нұрлан Ермекбаевтан саладағы осы және өзгеде өткір мәселелерге қатысты сауалдарға жауап алуға тырыстық. Министрмен сұхбатты әріптесім Мұхтар Түменбаев жүргізген еді. Алдымен бірінші сұрағым осы сіздердің министрліктеріңіздің қазіргі атқарып жатқан шаруалары жөнінде айтып кетсеңіз, және де негізгі басымдылықтар қай жағына беріліп отыр? Дін саласы ол өте нәзік, сезімтал және күрделі сала. Сондықтан бұл салада асығыс немесе оқыс іс-әрекет жасауға болмайды. Яғни кез келген қадам, кез келген шара, кез келген шешім талдауға, ғылыми әдістемеге, тәсілдемеге негізделу керек. Сондықтан бұл саладағы жұмысымызды біз ең алдымен осы дін саласындағы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасын дайындаудан бастадық. Бұл тұжырымдама биыл елбасының жарлығымен бекітілді. Ең алдымен біздің басты мақсатымыз осы дін саласындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету. Атап айтқанда, бір жағынан діндар адамдардың, діншіл адамдардың құқықтары мен бостандықтарын сақтап, екінші жағынан дінді бұрыс бағытта пайдаланбау үшін жағдай жасау. Жұмысымыздың тағы бір маңызды бағыт ол зайырлық қағидаттарын нығайту. Бірақ зайырлық ол бұрынғы совет кезеңдегі атеизм немесе дінмен күресу дегенді білдірмейді. Зайырлық ол ең алдымен барлық діндерге және азаматтарға тең құқықтарын қамтамасыз ету. Екінші маңызды басымдық ол енді уәкілетті орган ретінде біз ең алдымен мемлекеттік саясатты қалыптастыруға, оны іске асыруға қатысуымыз керек. Атап айтқанда ведомствоаралық және өңірлермен ынтымақтастықты, өзара іс-әрекеттестікті нығайтуымыз керек. Осыған байланысты біз тұңғыш рет осы ведомствоаралық комиссияны құрдық. Қазір орталық деңгейде бізде осы дін саласындағы ұсыныстар мен бастамаларды әзірлеу бойынша ведомствоаралық комиссия жұмыс істеп жатыр. Оның үстіне терроризмге қарсы орталық жұмыс істеп жатыр. Ал енді жаңағы заңнамаға өзгерістер енгіземіз деп жатсыздар. Ол ұсыныстардың негізгі түп тамыры неде, және де қандай нақты өзгерістер енгізбекшісіздер? Дін қызметі және діни бірлестіктер туралы заңға және діни қызметіне байланысты бірнеше заңдарға өзгерістер мен толықтырулар дайындадық. Атап айтқанда 9 заң мен 3 кодекске шамамен 55 толықтырулар әзірленді. Бірақ бұл өзгерістер мен толықтырулардың бәрі ең алдымен сарапшылармен, дінтанушылармен және азаматтық қоғамның өкілдерімен бірлесіп, олардың ұсыныстары мен пікірлерін ескеріп дайындалған болатын. Бұл өзгерістердің негізгі мазмұнына келетін болсақ, ең алдымен кейбір түсініктемелер және құбылыстарға анықтама беріледі. Олардың ішінде ең маңыздысы, мысалы үшін, теріс діни ағым дегенне, діни радикализм дегенне, сондай сияқты анықтама, немесе зиярат ету, немесе діни мазмұндағы ақпарат не екенін. Ол не үшін керек? Болашақта заңды қолдану үшін бізге, бәрімізге анық, толық анықтама керек болып жатыр. Екіншіден, жаңағы теріс діни ағымдардың идеологиясының таралуына жол берілмейді енді жаңа заңға сәйкес. Мысалы үшін, біреу теріс діни ағымның ұстанушы болса, ол оның өзінің құқығы. Неменеге сенеді ол, қай жолмен жүреді, бірақ егер ол өзінің идеологиясын тарататын болса, немесе насихаттайтын болса, ол жауапкершілікке тартылатын болады. Осы жақында сіз баққа берген бір-екі сұхбатыңызда елімізде исламды зерттеудің өзіндік мектебі болуы қажет дедіңіз. Осы өзіндік мектеп деген исламның оны қалай түсіндіресіз жалпы? Бастапқыда жүргізілген талдамалық зерттеулер негізінде біз сол әрбір елде өзіндік ислам тану немесе мемлекет пен діни бірлестіктердің өзара қарым-қатынастардың өзіндік моделінің бар екенін көрдік. Қазіргі таңда жалпы дінде, атап айтқанда, нақты айтқанда, исламда, мысалы үшін өте
маңызды ол Құранның және хадистердің түсінігі, яғни тафсир арабша айтқанда. Бұл түсінігі түрлі болуы мүмкін. Қазір бүкіл дүниенің бір тенденция ол бұл түсінігін қазіргі заманауи талаптарына сай келтіру. Мысалға айтатын болсақ, тіпті Сауд Арабиясының өзінде де таяуда ғана осы олардың тақ мұрагері шейх Мұхаммед бин Салман Аль-Сауд осы экстремизм мен радикализмнен алыс болып, қалыпты, ұстамды ислам жолымен барамыз деп айтып кетті. Ислам жолымен жүреміз деп айтып кетті. Сол сияқты қазір қасиетті кітаптарда жазылған барлық мәселелерді сөзбе сөз дәл сол күйінде мүлтіксіз орындау қазіргі заманауи жағдайда өте қиын. Сондықтан біздің басты мақсатымыз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап, өзіміздің ұлттық менталитетімізді, мәдениетімізді сақтап, Құран мен хадистерде жазылған нормаларды осы заманауи талаптарға бейімдеп, сабақтастырып, осы ары қарай жүру үшін бір теориялық негізін құру. Бірақ бұл жұмыспен министрліктің қызметкерлері емес, ең алдымен дінтанушылар, исламтанушылар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері айналысу керек. Осы тұрғыда үкіметтік емес ұйымдардың да көмегі болып жатыр ма сіздердің жұмыстарыңызда? Жұмысымыздың ең басты бағыттарының бірі ол азаматтық қоғаммен өзара әрекеттесу. Жалпы азаматтық қоғам ол мемлекеттің өте сенімді, жақсы, тиімді әріптес. Осыған байланысты мемлекет қазіргі таңда азаматтық қоғамды қолдау үшін қомақты қаржы бөліп жатыр. Мысалы үшін биыл мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа ғана 14 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Ал гранттарға, ол жаңа қолдаудың түрі гранттарға 600 миллион теңгеден аса қаржы бөлінді. Біздің басты мақсатымыз да, міндетіміз де азаматтық қоғаммен, үкіметтік емес ұйымдармен, жеке тұлғалармен тұрақты сұхбат жүргізу. Оларға өздерінің ой-пікірлерімен, өздерінің ұсыныстарын үкіметке, жергілікті немесе орталық органдарға жеткізуге мүмкіншілік беру. Мысалы үшін елбасының тапсырмасына сәйкес елімізде былтыр қоғамдық кеңестер құрылды. Қазіргі таңда осы елімізде барлық өңірлерде және орталықта 229 қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Бірақ олардың жұмыс уақыты небәрі 1 жыл болғандықтан, әрине бұл салада көптеген шешілмеген мәселелер жиналды. Бұл мәселелерді сараптап, оларға талдау жасап, біз осы айдың 13-інде Астана қаласында тұңғыш рет республикалық қоғамдық кеңестер мәжілісін өткізейін деп отырмыз. Бұл мәжіліске барлық қоғамдық кеңестердің төрағалары, сарапшы мамандар, халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысайын деп отыр. Осы қоғамдық кеңестер мәжілістің басты мақсаты барлық ой-пікірлерді, ұсыныстарды тыңдап, тиімді қоғамдық кеңестердің дамуының тиімді моделін қалыптастыру және тиісті заңға қажетті өзгертулер мен толықтырулар енгізу. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, мен барлық сарапшыларды, қоғамдық белсенділерді осы мәжіліске атсалысуға шақырамын. Жаңа қоғамдық ұйымдармен қоян-қолтық жұмыс істейміз деп жатсыз ғой. Жалпы нәтижелері бар ма сол қоғамдық ұйымдармен жұмыста қазіргі уақытта? Азаматтық қоғаммен, үкіметтік емес ұйымдармен жұмысы өте қарқынды дамып келе жатыр. Осы таяуда ғана Атырау қаласында тұңғыш рет үкіметтік емес ұйым және бизнес арасындағы ынтымақтастық бойынша форум өткізілді. Бұл форумда бизнес, сол үкіметтік емес ұйымдар атқарып жатқан жұмыстарына өте жоғары қызығушылық білдіріп, оларға қолдау көрсетуге ниет білдірді. Жалпы елімізде қазіргі таңда, мысалы үшін, үкіметтік емес ұйымдардың саны 10 жыл бұрынғы уақытқа қарағанда, сол кезеңмен салыстырғанда 4-5 есеге өсті. Бірақ әрине бұл салада шешімді қажет ететін мәселелер көп. Оның бәрін шешу үшін біз осындай
сұхбаттасу, осындай интерактивті ой пікірмен алмасу алаңдарды дамытып жатырмыз. Нұрлан Байұзақұлы, сіздердің жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Өйткені біздің қоғамымызда діни сенім мен азаматтық қоғам құру арасында сіздердің мекемелеріңіздің атқаратын рөлі өте үлкен. Тек қана табыс тілейміз. Көп рахмет сізге.